Енді айтайын ба, сіздің басыңызға, яғни бізге келген адамдарға бір нәрсені үйрететін кезде бірінші тазартып алу керек. Неге? Ол баяғыдан білім алған жоқпын деуі мүмкін. Алды ол. Қаяқтан алды? Ол әке шешесінен алды ол. Әке шешесі отырып алып қаржы сауат үйреткен жоқ оған. Әке шешесі қалай жасады, қалай жұмсады, қалай ысыраптады, қалай бүйтті, соның бәрін ол көріп отыр үйдегілер. Сөйлеген сөздері, ой, ақша жетпейді, өмір болмайды, бұл деген ақша қолдың кірі, вообще байлыққа жоламаңдар, құрсын қайғысыз қара суға семірген, ол да бар. Ой, сол адал жолмен байиды дейсің ба? Жұрттар соның бәрі анан қырып жойып алып жатыр ғой, не істейсің? Ой, осылай отыра береміздер. Сосын айтады, қазір бар кезде батып іш, жоқ кезінде жатып іш деген бар ма? Алыңдар. Кредит па? Беріп жатыр ма? Алыңдар. Ертең Құдай бұзып өліп қаламыз ба? Осылай кете береді. Осының бәрін үйреніп аламыз да, біздің басымызға қандай да бір білім пайда болды. Бірақ ол әке шешеміз ақымақ болған деген сөз емес. Ақымақ болған жоқ. Ол кезде сол білімдер жарады. Өйткені ол кезде айлық табасын, адамдардың бәрі бірдей, бәріне норма жетіп жатыр деген сияқты. Біреудің көбею деген нәрсе жоқ. Бірақ қазір басқаша жағдай. Қазіргі формат өзгерді. Біз өзіміздің телефонымыздың ішіне обновление күнде жасаймыз негізі. Бірақ өзіміздің басымызға келген обновление жасамаймыз ғой. Ең мықты басқарушы болған басымызды ойламаймыз, бірақ біз қаяқтағы қолымызда телефонымызды ойлап кетеміз. Сондықтан да обновление жасауымыз керек біз. Көнерге білімге болмайды. Яғни көбісі кризистік жағдайға бейімделіп кете алмауда. Қазір кризистік жағдай болып жатыр. Сол кризиске жағдай болған кезде ақша туралы міндет болып қалды бұл. Міндет болып қалды. Енді айтайық, ақша туралы адамдардың барлығы не ойлайды, қалай ойлайды деген нәрселер болуы мүмкін. Жалпы айтайық, халықтың ұстанатын қарапайым моделі бар. Өмірге жетсе болды, қыдыруға жетсе болды, арманға жетсе болды дейді. Осының ішінде басқа нәрсе бар ма бізде? Осы жерде басқа нәрсе бар ма бізде? Басқа қажеттілік бар ма бізде? Жазып отырыңыздаршы. Осы үш нәрседен басқа қандай қажеттіліктер болуы мүмкін толыққанды өмір сүру үшін? Неге оны айтып жатырмын? Өйткені біздерге 200 мың теңге тауып жүре береміз, өзгертпейміз өмірімізді. Өйткені бізге устраивает, понимаете? Бізге жеткілікті ол деп ойлаймыз ғой. Мысалы айтайық, сен 200 мың теңге тауып жүрсің, үйіңде 3 балаң бар деп айтайық. Енді сол уақытта жетіп жүретін еді, бірақ сен 4-ші баланы туған кезде сен ойланасың. 4-ші бала туды, енді бұған памперс керек қой дейсің да, дополнительно тағы 50 мың теңге табу керек деп ойлайсың. Осы пайда болған кезде ғана барып сен тіріле бастайсың негізі. Энергияңды шығара бастайсың ішіндегі. Сөйтіп талпына бастайсың, сөйтіп 200 мың теңге емес, 250 мың теңге жазып жүресің. Енді бұл сіздің жаңағы өзіңіздің түсінігіңіз. Бірақ біз 200 мың теңге тауып жүріп, яғни 4 бала болса да 250 мың теңге тауып жүріп, өмірде басқа да салалар бар екен ғой деп оны білмейтін болсақ, біз қозғалмай отыра береміз. Сіз айтайын ба, отырған жеріңізде 100 мың теңгеге квартира снимать етіп отырған болсаңыз, сондай ақша табасыз. Ал егер барыңызда 200 мың теңге арендаға алып едіңізші, сіз бейшара болып қалмайсыз. Сіз 200 мың теңгеге, 100 мың теңгеге артық тауып бастайсыз. Сіз емес, сіздің ішіңіздегі нәпсіңіз сізге көмектесе бастайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан да біз өзіміздің өмірімізде басқа да салалар бар екен ғой деп не істейміз? Айтуымыз керекпіз. Жазыңыздар, кім біледі қандай да нәрселер бар. Өмірде бұдан басқа, осы 3 нәрседен басқа қандай нәрселер болу керек біздің өмірімізде толыққанды өмір сүру үшін?